Төртінші тапсырма. Listen, point and repeat. Тыңдаңыз, көрсетіңіз және қайталаңыз. 8 o'clock. 8 o'clock. Breakfast. Breakfast. Lunch. Lunch. Dinner. Dinner. Get up. Get up. Have a shower. Have a shower. Brush my teeth. Brush my teeth. Do my homework. Do my homework. Бесінші тапсырма. Rearrange the letters and complete the sentences, then match. Төменде берілген сөздердің әріптерін дұрыс орындарға қойыңыз және сөйлемдерді толтырыңыз. Суреттермен сәйкестіріңіз. Біріншісі, I get up at 7 o'clock. Мен сағат 7-де тұрамын. Бұл be суретіне сәйкес келеді. Екінші, I have breakfast at 8 o'clock. Мен сағат 8-де таңғы ас ішемін. Бұл D суретіне сәйкес келеді. Үшінші, I have lunch at 1 o'clock. Мен сағат 1-де түскі ас ішемін. Бұл A суретіне сәйкес келеді. Төртінші, I do my homework at 5 o'clock. Мен сағат 5-де үйге тапсырмамды жасаймын. Бұл E суретіне сәйкес келеді және соңғысы, I have dinner at 6 o'clock. Мен сағат 6-да кешкі ас ішемін. Бұл C суретіне сәйкес келеді. Біз күнделікті қайталанатын іс-әрекеттер үшін осы шақты қолданамыз, яғни present simple. Осы шақты қолдану кезінде біз I, you, they, we үшін етістіктің бірінші формасын қолданамыз. He, she, it үшін біз етістікке s, es жалғауы жалғану арқылы қолданамыз. Мысалы, get, gets, go, goes, watch, watches. Берілген сөйлемдерге қараймыз. He gets up at 7 in the morning. Ол таңертең сағат 7-де тұрады. Does he get up at 8? Ол сағат 8-де тұра ма? No, he doesn't. Жоқ, ол 8-де тұрмайды. Алтыншы тапсырма. Choose, then talk with your friend. Таңдаңыз және досыңызбен әңгімелесіңіз. In the morning. Таңертең. Have breakfast. Таңғы ас ішу. Go to school. Мектепке бару. Listen to music. Музыка тыңдау. In the afternoon. Түскі кезде. Have lunch. Түскі ас ішу. Do my homework. Үйге тапсырмасын жасау. Have a shower. Душқа түсу. In the evening. Кешкісін. Watch TV. Теледидар қарау. Have dinner. Кешкі ас ішу. Tidy my room. Бөлмемді жинау. At night. Түнде. Drink milk. Сүт ішу. Brush my teeth. Тісті тазалау. Go to bed. Ұйықтауға жату. Мысал ретінде берілген сөйлемдерге қарайық. In the morning, I have breakfast and I go to school. Таңертең мен таңғы ас ішемін және мектепке барамын. Досыңыз me too немесе I don't have breakfast деп жауап берсе болады. Кейінгі сөйлемдерге қараймыз. In the afternoon, I have lunch and do my homework. Түсте мен түскі ас ішемін және үйге тапсырмамды орындаймын. In the evening, I watch TV and have dinner. Мен кешкісін теледидар қараймын және
кешкі ас ішемін. At night, I brush my teeth and go to bed. Түнде мен тісімді тазалаймын және ұйықтауға жатамын. 7-ші тапсырма complete. Толтырыңыз. Біріншісі I get up at 7 o'clock every day. Мен күнде сағат 7-де тұрамын. 2. Нұржан brushes his teeth in the morning. Нұржан тісін таңертең тазалайды. 3. Does she play the guitar? Ол гитарада ойнай ма? My sister does her homework in the afternoon. Менің сіңілім үйге тапсырмасын түсте жасайды. Аяулым doesn't watch TV at night. Аяулым түнде телевизор қарамайды. 6-шысы Do you walk to school? Сен мектепке жаяу барасың ба? 8-ші тапсырма What time, listen and match. Сағат нешеде тыңдаңыз және сәйкестіріңіз. Look and listen. What time does Faye get up? She gets up at 7 o'clock. Now, you answer. What time does Faye go to school? She goes to school at 8 o'clock. What time does Faye do her homework? She does her homework at 4 o'clock. What time does Faye go to bed? She goes to bed at 9 o'clock. Faye gets up at 7 o'clock. C. Faye сағат 7-де тұрады. 2. She goes to school at 8 o'clock. D. Ол мектепке сағат 8-де барады. 3. She does her homework at 4 o'clock. A. Ол үйге тапсырмасын сағат 4-де жасайды. 4. She goes to bed at 9 o'clock. B. Ол сағат 9-да ұйықтауға жатады. Үшінші тапсырма Look, read and match. Қараңыз, оқыңыз және сәйкестіріңіз. Бізге суреттер берген, соларды мағыналарына сай сөздермен сәйкестіруіміз керек. Біріншісі have breakfast, таңғы ас ішу. A. 2. Have a shower, душқа түсу. F. 3. Do my homework, үйге тапсырмасын жасау. D. Go to bed, ұйықтауға жату. J. Brush my teeth, тісті тазалау. E. Have lunch, түскі ас ішу. B. Have dinner, кешкі ас ішу. C. Go to school, мектепке бару. I. Watch TV, теледидар қарау. G. Get up, тұру. H. 4-ші тапсырма Read and draw the times. Оқыңыз және сағатты сызыңыз. It's 5 o'clock. Сағат 5 болды. Сағат 5 болғанын берілген сағатта көрсетуіміз керек. It's 7 o'clock. Сағат 7 болды. It's 11 o'clock. Сағат 11 болды. It's 3 o'clock. Сағат 3 болды. 5-шісі make sentences. He has dinner
at 7 o'clock. Ол кешкі асын сағат 7-де ішеді. Нұрлыбек gets up at 6 every day. Нұрлыбек күнде сағат 6-да тұрады. What time does Әсел go to school? Әсел сағат нешеде мектепке барады? Ұлан doesn't do his homework in the morning. Ұлан үйге тапсырмасын таңертең жасамайды. What do you do at night? Сен түнде не істейсің? Санжар eats biscuits with his tea. Санжар шай мен печенье жейді.